Не үшін? Мен айттым, ол видео алынбайды дедім. Ол ертең хронология тұру керек дедім. Егер маған бір нәрсе болатын болса, сол видео арқылы мен келгенім, кеткенім бәрі тұрады дедім сол жерде. Алып тастаңыз деп отыр ма? Иә, сол видеоны алып тастай сал. Ертең мен класстастарым үйтеді, бүйтеді деп. Обалың жоқ. Сол кезде класстастар ойлай қалды ғой, мана ойламай. Жоқ, мен ол кісіге айттым, мен сізді жеке шаруаңызда ешқандай нем жоқ дедім. Жеке мен сізді танымаймын дедім. Бірақ қызметтік мынау қызмет бабында кемшіліктер, қателіктер, заңсыз әрекеттер болса, міндетті түрде сізге арызданатын боламыз дедім. Олар ертең анау айыппұл жазады ғой маған, жазған кезде жазатын болса, ол айыппұлдың несінде ол маған негіз бола алады да оларға шағымдануға. Видеоға түсіремін, мынандай бап бойынша, мынандай ол негізсіз айыппұлдар, біз енді айыппұлдарға қарай бара аламыз да ол кезде. Неге қазақ тіліндегі адамдарға айыппұл салмайды? Неге қазақ тілін талап еткен адамға айыппұл салынады? Иә, Тоқаевтың несін сұрады, Тоқаевтың айтқанына қалай қарайсыз дейді. Мен айттым, Тоқаевтың айтқанына заңгерлер жауап берді дедім. Бұл заң емес дедім. Себебі Тоқаев өзінің қайын жұртына қарай не қылған шығар дедім, дипломат болғысы келген шығар дедім. Конституция бірінші себебі Тоқаев мына конституцияға қол қойып, өзі ант берді ғой, дұрыс па? Мен осы конституцияны қорғаймын деп. Ант берді ғой. Енді осы антты қорғау керек, конституцияны қорғау керек. Ал айтатын болсаңыздар, сұрайтын болсаңыздар, сұрай беріңіздер. Мен қазір көп нәрсе есімде қалмады, жаңағы ары бері шабуылдап жүріп. Айтпақшы, ана нені сұрады? Футболканы сұрады. Футболка неге мынау тіл майданы дейді. Мен айттым, ол біреудің ұраны шығар, қайдан білем дедім. Аруақ деген сияқты ұран шығар дедім ол. Ол енді бұл футболканы баяғыда жасатқанбыз дедім, тіл жанашырлары. Сосын соны киіп алдым дедім. Ол маған ұнайды дедім. Енді әркім қазір Найман деп жазып алады, өздерінің руларын жазып алады ғой, мысалы, футболкаларына мысалы. Ол әркімнің өзінің ұраны бар ғой, мысалы. Дұрыс па? Ұран дедім да, ол біреудің ұраны ол. Тіл майданы дедім. Болды, соны айттым. Сенің де байлардікі не болды тірліктері? Алмагүл ханым қосылыпты ғой эфирге, қонақ болып. Не жаңалық болып жатыр, Алмагүл ханым? Ерғали мырза қайда? Ерғали мырза қайда? Иә, онда қазір эфирді қорытындылап, жаңалыққа айтып қою керек, себебі анау адамдар уайымдайды ғой, кім болса да бәрібір. Соны қорытындылап айтып қоя салу керек.
ол ертең тағы жалғасады мынау анау ертең шығады ғой жұмыс күніне